Білім алушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы әртүрлі санаттағы балаларға арнайы білім берудің қалыптасуы мен даму тарихы. Жоспар бойынша қарастыратынымыз ерекше білім алу қажеттілігі бар балаларға арнайы білім берудің алғы шарттары, Қазақстанда арнайы оқыту жүйесінің құрылуы, 1946-90 жылы отандық арнайы білім беру жүйесінің дамуы және отандық дефектологтардың арнайы білім беруді дамытуға қосқан үлестері. Мектепке дейінгі ұйымның білім беру процесі мынадай тәсілдерді қамтиды. Саралау балалардың жас мүмкіндіктерін ең жоғары көлемде есепке алу ұсынымына негізделген. Жастары шамалас балаларды есепке ала отырып, топтардың шағын топтарға бөлуді қамтамасыз етуді. Жеке педагогтар, психологтар, ата-аналар, яғни тәрбиелеу мен оқыту процесінің барлық қатысушылардың баланы және жеке тұлға ретінде қалыптасуына, оның қабілеттерінің дамуына бағытталуын, инновациялық баланың біліктері мен дағдыларының даму деңгейін және мектепке дейінгі ұйымның қызметін бақылауға бағытталуын, құзыреттілік баланың дамуын және мектепке дейінгі ұйымның қызметін қалыптастыруды, гендерлік қыздар мен ұлдарға арналған ойыншықтардың, материалдардың, заттардың ерекшеліктерін есепке алуды қамтамасыз етуді, ойын мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық қызығушылықтарын белсендіруге ықпал ететін ойын түрлерін оқыту әдісі ретінде қолдануды, денсаулық сақтау, балалардың денсаулығын сақтауды және нығайтуды, серіктестік, балалар мен ересектердің бірлескен әрекетін және балалардың дербес әрекетін ұйымдастыруды, икемді тәсілдерді іске асыруды қарастырады. Серіктестік тәсілінің мәні мынада. Тәрбиеші әрекетке балалармен тең дәрежеде түсуі, әрекет кезінде балалардың еркін қарым-қатынас жасауы, сонымен бірге ашық кеңістікте қалыптасуы. Түрлі жас топтарында білім беру процесі жоспарлау мынадай ұстанымдарға негізделеді. Балаларға қолайлы оқу жүктемесін сақтауға, білім беру салаларын кіріктіруге, әрбір келесі буынды алған білімдерін бекіту, кеңейту және тереңдету, жалғасатын тәрбие мен оқытудың бірлігіне, сабақтастығына, үздіксіздігіне, ақпараттық коммуникативтік технологияларды қолданып, ұйымдастырылған оқу қызметін интерактивті құруға негізделеді. Сонымен бірге, түрлі жас топтарында білім беру процесін жоспарлау мектепке дейінгі ұйымдардың меншік нысанына қарамастан барлық түрлерінде білім беру процесі, яғни мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпыға міндетті мемлекеттік стандартына, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарына, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік бағдарламасына сәйкес ұйымдастырылады. Білім беру процесі өтпелі тақырыптар негізінде құрастырылған перспективалық жоспарлар апталық циклограмма арқылы іске асырылады. Балалар жастарына сәйкес индикаторлар жүйесі негізінде балалардың біліктері мен дағдыларының даму деңгейін бақылау үшін мониторингтер жүргізеді. Педагог түрлі жас топтарында ұйымдастырған оқу қызметтерін ұйымдастыра отырып, топтың әрбір баласына, жасына, жынысына, жеке ерекшеліктеріне қарамастан білім беру процесіне белсенді тартуға ықпал етуі қажет. Түрлі жас тобында педагогикалық процесті өткізуге мыналарды ескеру қажет. Кіші жастағылар жұмысқа кештеу қосылады да ерте бітіреді. Ересек жастағылар кіші жастағыларға қарағанда басқаша кіріседі. Бір топта балалардың өз бетінше жұмысы басқасында педагогпен бірлескен әрекетте ұйымдастырылады.
сонымен бірге тәрбиеші педагогқа алдын ала оқу жылының басында әрбір аралас топта балалардың туылған мерзімі мен жасын көрсетіп шағын топтар бойынша балалардың тізімін жасау қажет. Мұндай топтағы балаларды шағын топтарға бөлуге мүмкіндік береді. Топтың толымдылығына сәйкес балаларды былай бөлуге болады: 2 жастан 4 жасқа дейін, 4 жастан 6 жасқа дейін. Балалардың ең жас мүмкіндіктері мен білім беру процесін саралау қағидаларына негізделетін жақын шамалас жастарды ескеріп, топтап жасақтау қажет. Педагог ұйымдастырылған оқу қызметін жалпы өтпелі тақырып арқылы өткізуі қажет. Әртүрлі жас тобында бүкіл тәсіл барынша ыңғайлы және тиімді болады. Өтпелі тақырыптар педагогқа уақытты тапсырманы түсіндіру мен оны орындауға үнемдей отырып, сол уақытты тиімді қолдануға, жұмыста кіші шағын топпен ересектердің тәжірибесін қолдануға мүмкіндік береді. Мысалы, сурет салуды ұйымдастырылған оқу қызметінде екінші кіші топтың балаларына жаңа тақырыпты түсіндіру барысында ересектерді сурет салу әдістерін көрсетуге баулиды. Ал сөйлеуді дамыту 5 жастағы балаларды 4 жастағылардың заттардың атаулары мен сөздердегі дыбыстарды анықтауға, тапсырманы орындағандарын тексереді. Сурет салу, мүсіндеу, құрастыру, жапсыру, қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру, дене шынықтыру ұйымдастырылған оқу қызметтерінде осындай оқыту жүйесі тақырыптары жыл сайын күрделеніп есепке алынып отырады. Арнайы педагогиканың қазіргі күнде жетекші парадигмаларының бірі гуманизация. Ал 20 ғасырда еңбек еткен Ыбырай Алтынсариннің шығармаларында педагогикалық гуманистік көзқарас, яғни шәкіртке жылы жүрек болуы, мұғалім мен оқушы арасындағы ынтымақтастықтың принципінің көрініс тапқанын байқауға болады. Ыбырай Алтынсарин өзінің атақты хрестоматиясында жасөспірімдердің жан дүниесі, ақыл-ойын қалыптастыруға ұдайы көңіл бөлу мектеп пен ата-ананың ортақ міндеті деп санаған. Қазақстан ғылым мен ағартушылық дамуына сол кезде белсенді данышпандар Жүсіпбек Аймауытов, Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев сынды тағы басқалар өз мүмкіндіктерін туғызды. Қазақстанда ауытқушылықтың алдын алуға байланысты міндеттерді шешу 1921 жылы Орынборда ұлттық ағартушылық конференцияның маңызы зор болды. Бұл конференцияда ең бірінші рет дамуында ауытқуы бар балаларға арналған жұмыстарды ұйымдастыруға ерекше көңіл бөлінді. Балалар үйінде қабылданатын балаларды тексеру проблемалар, оларды оқыту, тәрбие беретін мекемелерді ажырату, ауытқуы бар балаларды еңбекке даярлау мен мектеп тәрбиесінің өзара байланыстары бойынша мәселелер қарастырылды. Қазіргі таңда өз елімізде дефектолог маманды даярлау ең алғаш Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтында басталған. 1976-77 жылы бөлім, кейін дефектология факультеті Қазақстандық арнайы білім беру жүйесіне дефектолог мамандарды оқыту тәжірибесінің іргетасын қалаған. Қазақ педагогикалық институтының дефектология факультетін ашуға белсенді қатысып, дамуына еңбектерін аямаған озат дефектолог ғалымдар Жәмила Ыдырысқызы Намазбаева, Сүлейменова, Өмірбекова, Бектаева, Буфетов тағы басқа көрнекті ғалымдар болды. Дефектология ғылымының дамуына Жәмила Ыдырысқызы Намазбаеваның бұзылысы бар баланың тұлғасын зерттеу жұмыстарынан басталған. 1971 жылдары зияты зақымдалған балалардың өзін-өзі бағалау тұлғалық ерекшеліктерін зерттеген. Кейін бұл бағытта жұмыс жалғасып, 1986 жылы психология ғылымының докторлық диссертациясында дәлелденген. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды.